Нормально. Жақсы десем болады. Құтты болсын. Бастаймыз ба? Бастайық. Жақсы. Ахметбек мырза, енді айттық қой, ел ессіз деп баға беріп жатқан кей әрекеттеріңіз туралы мен айтқым келмейді. Мүмкін реті болса сөйлесе жатармыз. Алдымен, осыған не жасаған әрекеттеріңіз бар? Сөйлеген сөздеріңіз бар, партия орам басқа. Бұл Ахметбек Нұрсила үлкен саясатқа араласты деген сөз ба? Иә, әрине енді айтқаннан кейін араласты деген сөз ғой. Партия құру деген кішкентай саясат емес қой. Сөйлеген сөздеріңіз бар, партия орам басқа. Бұл Ахметбек Нұрсила үлкен саясатқа араласты деген сөз ба? Иә, әрине енді айтқаннан кейін араласты деген сөз ғой. Партия құру деген кішкентай саясат емес қой. Жақсы. Былай Ахметбек мырза, тағы бір сұрақ, неге қазір? Неге бұған дейінгі парламент сайлауларында партия құрмадыңыз? Неге өткен жылы президент сайлау кезінде үлкен саясатқа келмедіңіз? Неге қазір? Бұл президент Тоқаевтың саяси трансформация жүргізіп ауыс-түйіс болып жатқан сәтті пайдаланып қалу ма? Болмаса сіздің де тарапта тұрған, айналаңызда тұрған азаматтардың Ахметбек уақыт келіп кеттік деген сигнал ма? Ол да бар деп ойлаймын. Неге қазір? Неге бұған дейінгі парламент сайлауларында партия құрмадыңыз? Неге өткен жылы президент сайлау кезінде үлкен саясатқа келмедіңіз? Неге қазір? Бұл президент Тоқаевтың саяси трансформация жүргізіп ауыс-түйіс болып жатқан сәтті пайдаланып қалу ма? Болмаса сіздің де тарапта тұрған, айналаңызда тұрған азаматтардың Ахметбек уақыт келіп кеттік деген сигнал ма? Ол да бар деп ойлаймын. Енді кез келген нәрсенің өзін пісіп жетілетін уақыты болады ғой. Әйтпесе былтыр мен ешкім емес, мен жүрген бір шағын кәсіпкер, бір тренер, мені кім артынан ере қояды, кім мені тыңдай қояды. Бір жылда болып кеттіңіз ба? Ал. Бір жылда тұлға болып кеттіңіз ба? Ұқпадым. Бір жылда тұлға болып кеттіңіз ба енді, былтыр ешкім болмасаңыз? Бір жылда емес, бұл 5 жыл бойы дайындалып келген ғой. Енді тұлға болды ма, болған жоқ па, оны немене көрсетеді ғой. Партия құрылды ма өзі? Жоқ, партия құрыласы ол бүйтіп құра салатын нәрсе емес қой, соған жұмыс жүріп жатыр ғой. Оның құрылтай съезі. Қашан үлгересіз сіз? Жоқ, құрылтай съезін өткізу керек қой. Біз 26 тамызға құрылтай съезін анықтадық. Қазір 2000 адам паспортымен бәрімен тіркеліп тұр біздің Google дискіде. 2000 адам тіркеліп тұр. Қазір менің көмекшілерім жұмыс істеп жатыр. 20-ны жинайын деп ойлайсыз, иә? Без проблем. Жақсы көреміз. Жақсы кеттік. Былай дедіңіз, 14 мамырда телеграм бар ғой жаңа партияда, солай былай дедіңіз. Сен партиясын программасын сұрап жатыр екен. Программа жазылып жатыр. Бір аптадан кейін назарларыңызға ұсынатын боламыз дейсіз. Бүгін 25 мамыр, 11 күн өтті. Бағдарлама жасалды ма? Неше бөлім бар? Нақты қандай бастамалар бар ол жерде? Бағдарламаны мен бүгін бір мықты заңгермен бекітуін бірге соны талқылап соңына дейін жеткізуіміз керек еді. Оның бір ағайыны қайтыс болып ауылға кетіп қалды. Бұлай бағдарлама жазылып жатыр. Бұлай 70-80%. Қалай сенеміз? Негізгі айтайын, мен бағдарламаларды мысалы алғашқы ДВК-дан бастап барлық партиялардың бағдарламаларын қарап келдім де, принципе бәрінікінде бірдей. Мысалы бір ойдан шығарып, бір ғаламаттай бірдекен ешкім айта алмайды. Да что ты, черт побери, такое несешь? Жазылып жатыр. Бұлай 70-80%. Қалай сенеміз? Негізгі айтайын, мен бағдарламаларды мысалы алғашқы ДВК-дан бастап барлық партиялардың бағдарламаларын қарап келдім де, принципе бәрінікінде бірдей. Мысалы бір ойдан шығарып, бір ғаламаттай бірдекен ешкім айта алмайды. Барлық мемлекеттердің гимнін қарасаң, барлық мемлекеттердің, әлемдегі мемлекеттердің гимнінің 90% ішіндегі айтылатын сөзі бәрі бірдей. Мысалы, мына мемлекеттік деп айтпасаң, мынау Қазақстандық деп айта салуға болады. Сказочный долбоеб. Зачем его только из больницы выпустили? Барлық мемлекеттердің гимнін қарасаң, барлық мемлекеттердің, әлемдегі мемлекеттердің гимнінің 90% ішіндегі айтылатын сөзі бәрі бірдей. Мысалы, мына мемлекеттік деп айтпасаң, мынау Қазақстандық деп айта салуға болады. Дәл солай бағдарламаларда жазылатын белгілі. Демократизация, соттың либерализация жасау, сонан кейін
мына квази газ секторларды жою, соның кейін айтатын білім саласы, бәріне айтатын бір нәрсе мөлшермен. Болу керек қой енді. Менің өзімнің ерекше ойларым бар, оны шығарамыз. Оны бүгін, міне бүгін Ахметбек бағдарламасын партиясын жазып шығарды, сол Қазақстанның тарихын, тағдырын шешіп жібере алмайды ол. Жоқ, Ахметбек өзі, мәселе мынада. Сіз партия құрам дедіңіз, бағдарламаны бір аптада дайындайын дедіңіз, 14, 21 дайын болу керек еді. Сіз өтірік айттыңыз. Енді қалай сенеміз? Жақсы, енді ол бағдарламаны мен қазір командамызбен кеше тауға барып, тағы да жексенбі күні біздің командамызбен барды, тағы да талқыладық, нені айтсақ болады, нені айтпасақ болады. Енді бұл былай болып отыр. Мен мысалы маған мен саясатта саясаткер емеспін. Саясаткер болсам, осы уақытқа дейін саясаттың майын ішіп, соны зерттеп, дайындалып жүретін едім де. Ол бағдарлама бүйтіп айда салатын да сөз емес. Жоқ, Ахметбек өзі, мәселе мынада. Сіз партия құрам дедіңіз, бағдарламаны бір аптада дайындайын дедіңіз, 14, 21 дайын болу керек еді. Сіз өтірік айттыңыз. Енді қалай сенеміз? Жақсы, енді ол бағдарламаны мен қазір командамызбен кеше тауға барып, тағы да жексенбі күні біздің командамызбен барды, тағы да талқыладық, нені айтсақ болады, нені айтпасақ болады. Енді бұл былай болып отыр. Мен мысалы маған мен саясатта саясаткер емеспін. Саясаткер болсам, осы уақытқа дейін саясаттың майын ішіп, соны зерттеп, дайындалып жүретін едім де. Ол бағдарлама бүйтіп айда салатын да сөз емес. Енді ананы мысалы мен жаңадан келген адам, ең бастысы ниет қой. Ең бастысы ниетім, мысалы осы 60 жылға дейін мен өндірісте жұмыс істедім. Мен елдерді былай деп ойлап қалдым, мен президенттікке ұсынайын деп жатырмын деп. 109 депутаттың біреуі болып бару. 109 депутаттың біреуі болып бару неменеге де, парламентке. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Ha